Достар, баршаларыңызға ассаляму-алейкум. Бүгін жаңа жоба бастаудамыз. Алланың қалауымен өзім ойымда жүрді. Сіздер комментарийге жаздыңыздар. Біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жұбайлары жобасын бастаудамыз. Әрбір күні пайғамбарымыздың әйелдерінің өмірбаянын саламын. Соларды біліп, түсініп, конспект жазып алыңыздар, жарай ма? Және де білмеген сұрақтарыңызды комментарийге жазып кетіңіздер. Бүгін пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның ең бірінші әйелінің өмірімен танысамыз. Ол Хадиша анамыз. Хадиша бинт Хуайлид. Ал анасының есімі Фатима болған. Хадиша анамыздың әкесі де анасы да өте құрметті ақсүйек әулеттерден шыққан. Хадиша анамыздың қандай екенін елестете беріңіздер. Ол мінезі жағынан да өте көркем, ең білікті, мықты, дана әйелдердің қатарынан болған, және де оның асы да әулеті де сондай құрметті, беделді болған. Және де Хадиша анамыз бен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның 5-ші аталары бір-біріне туған ағалы інілі болған. Пайғамбарымыздың 5-ші атасы Абду Манаф болған. Оның ағасы Хадиша анамыздың 5-ші атасы болған. Енді Хадиша анамызды халық арасында ат-Тахира деп атаған. Ол дана әйел деген мағынаны білдіреді. Хадиша анамыз 15 жасқа толған кезде оған тұрмысқа шығуға Абу Хала деген кісі ұсыныс жасайды. Хадиша анамыз тұрмысқа шығады. Және де ол кісі қайтыс болғаннан кейін, біраз жылдар өткеннен кейін, Хадиша анамыз екінші рет тұрмысқа шығады. Және де одан Хинд деген қыз дүниеге келеді. Кейін Хинд пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның тәрбиесін алып, ислам дінін қабылдайды. Хадиша анамыз осы екінші күйеуі қайтыс болғаннан кейін, екінші күйеуінен көп мұралар Хадиша анамызға қалады, мұра ретінде. Және де оның ең үлкені сауда-саттық болады. Хадиша анамыз сауда-саттықты жүргізіп, күннен күнге ризығы арта береді. Және де Хадиша анамыздың көмекшілері өте көп болған, ол барлығын өз мойнына жүктемеген. Және де осы араб түбегіндегі номер 1-ші ең бай әйел ол Хадиша анамыз болған. Оның байлығына қызыққан ер адамдар да өте көп болған, оған үйленуге ұсыныс жасаған. Бірақ Хадиша анамыз өте ақылды болғандықтан, және де өте дана болғандықтан, олардың түпкі ниеттерін бірден біліп қойған болатын. Күндердің бір күнде Хадиша анамыз Сириямен сауда-саттық жасау үшін өзіне жақсы сенімді саудагерді іздейді. Іздестіріп жүріп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның халық арасында өте сенімді және де сауданы да жақсы жасайтынын естиді. Сөйтіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен келісімге отырады. Оған үлкен, әдеттегіден үлкен суммаға ұсыныс жасайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол сауда-саттық, яғни Сирияға барып сауда жасауға келісімін береді. Кейін сол саудаға пайғамбарымызбен бірге Хадиша анамыз өзінің Майсара деген қол астындағы адамында қосып жүреді. Ол Майсара сауда жасап келгеннен кейін Хадиша анамызға пайғамбарымыз туралы көптеген деректер және керемет оқиғалардың бәрін айтып келеді. Яғни осы сауда-саттық қалай аяқталды? Сирияға барған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Хадиша анамыз мысалы бір жылда пәленбай сумма табатын болса, сол сумманың 2 есесін, 2 есе көбін Сирияға барған, бір рет барған саудасында жасап келген болатын. Содан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қандай берекелі адам екенін түсіне білсек болады. Ол сауда жасауды өзінің ағасынан, орысша айтқанда дядя дейді ғой, ағасынан үйренген болатын. Сонымен қатар өте шебер және де өте сенімді, әділ саудагерлерден болған. Кейін сол сауда сапарына оралған кезде Майсара Хадиша анамызға айтады: пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен осы болған сапарда мен оның қандай керемет адам, қандай керемет саудагер екенін көрдім. Сонымен қатар онымен болған керемет оқиғаларында куәгер болдым дейді. Ол қандай деп сұрайды Хадиша анамыз. Бірінші, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір ағаштың түбіне барып демалып жатады. Жаныма бір адам келді. Бұл кім деді. Сол кезде мен ол туралы бәрін айттым. Кейін пайғамбарымызды жақыннан көре бастаған кезде ол кісі Мұхаммедті пайғамбарлық белгілері бар адамдардың қатарына жатқызды. Соңғы пайғамбарларың осы болуы мүмкін деп айтқан болатын дейді. Кейін екінші кереметті айтты Майсара Хадиша анамызға. Сапарда пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам кетіп бара жатты.
и үстінен бұлт та кетіп бара жатыр. Пайғамбар тоқтаса, бұлт та тоқтайды, жүрсе, бұлт та жүреді дейді. Мен сондай кереметке тап болдым дейді. Жаңағы кісіден сұраған кезде ол дәл пайғамбарлықтың белгісі деп тағы да сөзін растаған болатын дейді. Хадиша анамыз Майсараның айтқан сөздеріне қатты таңғалып қалады. Осы Майсара деген кісіге келетін болсақ, ол ер адам болған, және де тарихта оның тек осы кезде ғана аты аталып кеткен, кейін Майсараның аты еш жерде аталмаған екен. Және де осыдан нені түсінуге болады? Аллах тағала әрбір адамды өзінің үлкен миссиясы үшін жіберетіндігін білуге болады. Хадиша анамыз осы оқиғаларды естігеннен кейін әрине бірінші пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам жасаған саудасына риза болып, өзі айтқан суммадан да 2 есе көбін береді. Және де осы сауда саттық аяқталғаннан кейін Хадиша анамыз Қағбаға барып, сол жерде біраз отырады, ойланып, үйіне келіп ұйықтайды. Ұйықтаған кезде түсінде күн келеді де Хадиша анамыздың бөлмесіне кіреді. Және де бүкіл бөлмелерді, үйдің бәрін қамтып, күннің сәулесі тіпті араб түбегінен де асып, бүкіл жер планетасын Хадиша анамыз үйінен шығып, шашыратып, қамтып кетеді екен. Осы түсін Хадиша анамыз өзінің ағасына айтады. Уарақа ибн Науфал Хадиша анамыздың өте білімді ағасы болған. Неге? Өйткені ол Інжілді де, Тауратты да өте жақсы білген, және соңғы пайғамбардың қандай болатындығын да білген болатын. Хадиша анамыз осы түсін Уарақа ибн Науфалға айтқан кезде ол таң қалып, ол өте керемет емес пе, сенің үйіңде пайғамбарлықтың белгісі болады деп қатты қуанған болатын. Және де Хадиша анамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға ғашықтығы, махаббаты артып, пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассаламға тұрмысқа шыққысы келеді. Өзінің Нафиса деген құрбысын шақырып алып айтады. Нафиса, маған Мұхаммед ұнады деп айтады. Нафиса айтады, мен онымен сөйлесейін, сенің ұнататыныңды жеткізейін дейді. Хадиша анамыз келіседі. Сөйтіп Нафиса Мұхаммедке саллаллаху алейхи вассаламға барып, Мұхаммед, сен үйленбейсің бе дейді. Сол кезде пайғамбарымыз айтады, мен қалай үйленемін, менде ақша жоқ қой, менің байлығым жоқ қой дейді. Сол кезде егер өте әдемі, бай, ақылды және де өте дана әйел саған тұрмысқа шыққысы келеді десем, сен келісесің бе дейді. Сол кезде Нафиса, сен кімді меңзеп тұрсың дейді. Мен Хадиша бинт Хуалидті меңзеп тұрмын дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, Хадиша қайда, мен қайдамын дейді. Ол өте бай, ақылды, оның байлығын жаңа айттық қой, араб түбегіндегі ең бай әйел, ал мен өте кедеймін ғой дейді. Сол кезде Нафиса анамыз, сен уайымдама, егер Хадиша келсе, сен келісесің бе дейді. Я, мен Хадишаға үйленуге келісемін деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің келісетіндігін айтады. Сөйтіп Нафиса Хадиша анамызға барып жағдайды жеткізеді. Сол кезден бастап Хадиша анамыз бен Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның арасында неке рәсімі бастайды. Яғни Хадиша анамыздың Амр ибн Асад ағасы, ал пайғамбарымыздың екі ағасы Хамза және де Абу Талиб деген ағалары екеуінің некесін қию үшін кездеседі. Сол кезде олар өздерінің сөздерін айтады. Және де бұл жерде қалай олар сөз айтады? Бірінші, Аллаға мақтаулар айтады, Қағбаның өте керемет, қауіпсіз мекен екенін айтады, және де Мұхаммедті Хадиша екеуін үйлендіру туралы келісімде өздерінің куәгерлер екенін айтып жеткізген болатын. Және де осы үшеуі де куәгерліктерін білдіреді. Некелері қиылып, және де көп садақалар таратылып, көп жетім жесірге тамақтар таратыла бастайды. Хадиша анамыздың мысалында жар таңдау кезде жігіттің билігіне, байлығына емес, оның сенімділігіне, мінезінің көркемділігіне, адамгершілігіне және де пысықтығына қарау керектігін түсінсек болады. Және де Хадиша анамыз бен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам отауын құрады. Бірнеше уақыттар өткеннен кейін дүниеге алғашқы қыздары Зейнеп дүниеге келеді. Одан кейін Рукая, Умму Күлсім және де Фатима анамыз дүниеге келеді. Фатима анамыздың дүниеге келу уақыты осы Қағбаға қаратасты қай әулет қоятындығына талас болады. Сол кезге сай келеді. Фатима анамыз дүниеге келеді. Одан кейін Қасым, Абдуллах деген ұлдары дүниеге келеді. Ұлдары отбасына өте көп бақыт, қуаныш алып келді, бірақ олардың ғұмыры өте қысқа болып дүниеден өткен болатын. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Хадиша анамыздың үйіне бір күні
сүт анасы келеді. Сүт анасының есімі Халима. Келген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, анашым деп қатты қуанып жүгіріп алдынан шығып төрге отырғызып, астына өзінің шапанын шешіп, астына төсейді, Халима анамыздың астына. Қатты қуанады, сөйлесіп, анашым, сізде ешқандай уайымыңыз жоқ па дейді. Бәрі жақсы, бірақ біздің елде құрғақшылық болып жатыр дейді. Соны естіген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Халима анамызға өте көп сыйлықтар беріп жібереді. Ал Хадиша анамыз Халима анамызға 40 қой беріп жібереді. Осыдан Хадиша анамыздың жомарттылығымен және де қонақжайлылығын біле берсек болады. Келесі оқиға пайғамбарымызға пайғамбарлық келу кезеңі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 40 жасқа толған кезде Хира үңгіріне өте жиі барады. Аллах тағаламен оңаша қалғысы келеді. Бір күні оған Жәбірейіл періште келіп қысып оқы дейді. Ол оқи алмаймын дейді. Тағы да қатты қысып оқы дейді. Оқи алмаймын дейді. Одан да қатты қысып оқы Раббыңның атымен дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оқып кеткен. Осы үңгірде Құранның ең алғашқы аяттары, Алях сүресінің алғашқы 5 аяты түскен болатын. Иқра бисми роббикал лази аляқа, яғни оқы жаратқан Раббыңның атымен деген. Осы аят түскен кезде ол өте ауыр, өте қиын болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қатты шошыған, үйіне барып қатты терлеп қорқып жатыр ғой, мені бүркеші, бүрке дейді. Хадиша анамыз бүркеп тастайды. Тынышталғаннан кейін барып сұрағын қоя бастайды. Не болғанын сұрайды. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Хадиша анамызға барлық болған жайтты түсіндіріп береді. Сол кезде айтады Хадиша анамыз, сен өте жақсы адамсың, туыстармен байланысты үзбегенсің, сен сенімдісің, бәріне адалсың, өтірік айтпайсың дейді. Хадиша анамыз тынышталдырады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тынышталады, бірақ ол айтады, мен қорқып тұрмын, маған жын кіріп кетті ма, түсінбеймін дейді. Сөйтіп Хадиша анамыз өзінің ағасына барады, Уарақа ибн Науфалға. Оған барлық жайтты түсіндірген кезде, бұл жын болуы мүмкін емес, өйткені сен өте сенімдісің, адалсың, таза жүресің, туысқандармен қарым-қатынасты үзбегенсің деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға жын емес, Жәбірейіл періштенің келгенін айтқан болатын. Пайғамбарымыздың пайғамбар екенін түсіндірген болатын. Сол мезеттен бастап ең бірінші ислам дінін қабылдаған адам Хадиша анамыз болды. Біршама уақыттар өтеді, ең қиын кезеңдер басталады. Байкот кезеңі деп аталады. Мүшриктер, осы Меккедегі мүшриктер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның пайғамбарлықты таратып жатқанын көріп біліп көре алмай, олар 3 жылға байкот ұйымдастырады. Яғни ешқандай сауда-саттық жасаспайды, сырттан еш нәрсе алып келмейді, және де балаларын оның қыздарына бермеді, қыздарына олардың балаларын үйлендірмеді. Сондай өте қиын байкот кезеңін бастайды мүшриктер. Сол кезең өте қиын болады. Тіпті жануарлардың терісін қайнатып жейтін кезеңдерде көп болған. Осы кезде қараңыздар, Хадиша анамыз бүкіл комфортты өмірін бәрін тастап, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен бірге Алланың ризалығы үшін Алла жолында күресті бастап кетеді. Яғни бұл кезеңде өте қиын болды. 3 жыл өткеннен кейін осы байкот кезеңі аяқталады. Байкот аяқталғаннан кейін барып, Хадиша анамыздың денсаулығы нашарлап, Мединаға хижрет етуден 3 жыл бұрын қайтыс болады. Хадиша анамыз қайтыс болардан бұрын Жәбірейіл періште келеді. Хадиша анамызға ыдыспен келе жатады бөлмеге. Мұхаммед Хадишаға сәлем айт, оны жаннатта ешқандай уайым қайғысы жоқ үй күтіп тұр деп айтады. Соны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Хадиша анамызға жеткізеді. Хадиша анамыз да Жәбірейіл періштеге өз сәлемін жолдап жібереді. Хадиша анамыздың қайтыс болуына келетін болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қолында қайтыс болды. 65 жасқа келген кезде Хадиша анамыз дүниеден өткен болды. Және де ең қиын кезеңдерді басынан өткізді. Екі қызының, Абу Джахилдің 2 ұлына тұрмысқа шыққан болатын. Осы байкот кезінде Абу Джахил ажырастырып алады. 2 қызы қатты жылайды. Сол кезде Хадиша анамыз қыздарын жұбатады. Сендерге Аллах тағала одан да жақсысын нәсіп етеді деп. Кейін Алланың қалауымен Осман ибн Аффанға тұрмысқа шыққан болатын. Әлемдегі ең асыл 4 әйел бар, яғни жәннатпен сүйіншіленген: Асия, Мариям, Хадиша анамыз және де пайғамбарымыздың қызы Фатима анамыз. Осымен біз Хадиша анамыздың өмірін аяқтадық. Сұрақтарыңыз болса комментарийге жазыңыздар. Аллах тағалам әрбір
қазақ қызын Хадиша анамыздай болуды нәсіп етсін. Баршаларыңызға ассалаумағалейкум.